Баршаңызға сәлем. Анихамикоз дегеніміз не? Бұл ауру ағзамызға несімен қауіпті? Онымен күресуде қандай әдістер тиімдірек және үйде қалай емдеуге болады? Барлық осы сұрақтарға жауапты білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Анихамикоз дегеніміз не? Анихамикоз бұл тырнақ ауруы. Халық арасында оны тырнақ грибі деп те атайды. Ол патогендік саңырауқұлақтардан туындайды. Анихамикоз кезінде бір немесе бірнеше тырнақ қабықтары зардап шегуі мүмкін. Егер тырнақ грибокпен зақымдалса, тырнақ қабықтары қалыңдап деформацияланады. Барлық аймақтарында қышу мен жану сезімі туындайды. Патология аймағынан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Сыртқы жағынан қарағанда тырнақ пластинкаларының өзгергені байқалады. Ол қалыңдайды, түсі мен құрылымы өзгереді. Тырнақ сарғыш, қоңыр, ақшыл, көкшіл, жасылдау, сұрғылт болуы мүмкін. Тырнақ бетінде кедір-бұдыр пайда болады. Уақытында байқамаса, саңырауқұлақ инфекциясы тереңірек тарала бастайды. Инфекцияны ылғалдылығы жоғары қоғамдық орындарда жұқтыруға болады. Бұған қоғамдық монша, жылу бөлмелері, бассейндер, жағажайлар кіреді. Бұдан ағаштан жасалған заттар көп болғандықтан, ағаштың кеуектілігіне байланысты саңырауқұлақтарды ол жерде өлтіру қиын. Аурудан тез арылу әрдайым мүмкін емес. Емдеу жылдамдығы оны тудырған паразиттердің әртүрлілігіне, аурудың даму кезеңіне, зақымдану аймағына, асқынулардың және дененің жалпы жағдайына байланысты. Саңырауқұлақ инфекциясын үйде емдеу әдістеріне жергілікті ванналарды үнемі пайдалану жатады. Бұл ванналарды күнделікті тұрмыста пайдаланылатын қымбат емес заттар арқылы жасауға болады. Бірінші, калий перманганаты, яғни марганцовка қосылған ванна. Марганцовка жақсы дезинфекциялаушы болып табылады. Марганцовка қосылған ванналар қышу мен ыңғайсыздықты азайтуға көмектеседі. Өнімді келесідей дайындаңыз. 2 литр жылы суда 1 грамм марганцовканы ерітіңіз. Ерітіндіні ақшыл қызғылт түсті болуы керек. 20 минут аяғыңызды суда ұстаңыз. Екінші, алма сірке суы. Алма сірке суы саңырауқұлақ ауруының дамуын тоқтатуға көмектеседі. 2 литр суды жылытып, 200 мл алма сірке суын қосыңыз. Алынған ерітіндіге аяғыңызды 15 минут ұстаңыз. Мүмкіндік болса, күніне 3 рет аяқ ваннасын жасаңыз. Процедурадан кейін аяғыңызды жақсылап құрғатып, таза шұлық киіңіз. Үшінші, сутегінің асқын тотығы, яғни перекись водорода. Перекись пен судың тең көлемін араластырып, зақымдалған саусақтың ерітіндіге 30 минут салыңыз. Саусағыңызды сүртпеңіз, құрғатыңыз. Төртінші, йод. Йод саңырауқұлақтармен күресуде көмектеседі. Ұйықтарда йодты тырнаққа жағып жатыңыз. Осы процесті 2 апта қайталаңыз. Бесінші, сарымсақ лосьоны. Сарымсақ бактерияға қарсы күшті құрал. Сарымсақ шырынын 1:1 қатынаста спиртпен араластырып, сумен сұйылтыңыз. Бұл лосьонды тері мен тырнақтың барлық зақымдалған бөлігін сүртіңіз. Лосьон аурудың қатты асқынған жағдайда да көмектеседі. Достар, видео сізге пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.